бұл құлпытас ерекшелігі бұның өн бойында қызғалдақ гүл қашалған. Қызғалдақ гүлдің түбінде жуасы анық көрінеді. Сол жуасынан қызғалдақ гүл бір бұтақ сияқты қызғалдақ құлпытастың өн бойына көтеріледі бір бәйтерек іспетті. Ал қызғалдақ гүл өздігінен өсетін табиғат ескерткіші. Көктемде қызғалдақ аз ғана гүлдеп өзінің қауызын тез түсіргенменен оны арнайы қазақтар екпеген, ол өздігінен көбейген, жуасы да өздігінен көбейген. Енді құлпытасқа оның ұрпақтарының салуы да сен өмірден өткенменен сенің ұрпағың, бала-шағаң өздігінен өсіп жатыр, өніп жатыр, өздігінен көбейіп жатыр деген ұғымды білдіреді. Қызғалдақтың өн бойында өсіп өркендеу идеясы бар. Яғни ұрпақтары біз өсіп жатырмыз, өніп жатырмыз деген, әрмен қарай өсіп өне берсін деген ниетпенен өн бойына осылай қызғалдақты қашаған. Ал енді құлпытастың мына бөлігінде де, қапталында да дәл осылай өн бойына бір бұтақтан қызғалдақтың қауызын ашқан қызғалдақты салады. Қауызы мінекей анық көрінеді. Қазір желдің өтіменен бірталай желінген, мейлі желінсе де бұл әрқайсының қызғалдағы өте анық көрініп тұр. Бұл құлпытастың тағы да бір ерекшелігі, құлпытастың алдыңғы бетінде құбыла қуыс салынған. Құбыла қуыс. Қазақтар михраб деген сөзді тағы да қайталап айтам, өзіне бейімдеген, қазақ тіліне бейімдеген, құбыла қуыс, құбыла ойық деген. Мінекей осы құбыла қуысты, құбыла ойықты құлпытасқа салу жалпы құлпытастарда өте сирек кездеседі. Бұл сонда құбыла қуыс деген Меккеге қарап тұрған не ғой енді? Оңтүстік батысқа қарап тұр ғой. Мінекей оңтүстік батыс құлпытастың мына қасбетінің өзі оңтүстік батысқа қаратылған. Қазір мінекей күн оңтүстік батысқа қарай бет алды, оңтүстік батысқа қарап тұр. Қызғалдақ гүлдің ерекше үлгісі мына алдындағы құлпытаста анық салынған. Жалпы жаңа көрсетілген құлпытас пен мына құлпытас шебердің қолынан шыққан. Себебі дәл мінекей осылай өн бойына жуасынан өскен қызғалдақ гүл мінекей дәл осы құлпытаста кездеседі. Артқы бетінде тағы да сол жуадан өскен өн бойында, бір бұтақтың бойында өсіп келіп, жоғарғы жағда тағы да осылай қауызын ашқан қызғалдақпен аяқталатыны осы құлпытаста салынып тұр. Одан құлпытастың артындағы қойтастың да алдыңғы бетінде мінекей қызғалдақ гүлі бар. Қызғалдақ гүлді қашаған. Қызғалдақ гүл қашаған қойтастарда сирек кездеседі. Жалпы мінекей осы екі тас бір адамның қолынан шыққан секілді. Ал енді оның артында ерекше құлпытас өзі сынып түскен менен бұнда да қызғалдақ гүл бар көрінеді. Ал енді одан кейінгі тұрған қойтасты қарасаңыздар, қойтастың қасбетінде кәдімгі үлкен қауызын ашқан бір қызғалдақ гүл салынған. Бұл қойтастың аяқталар бетіндегі дәл осындай қызғалдақ гүл бар. Сонда қойтастың екі бетінде де қауызын ашқан қызғалдақ гүл салынған. Қызғалдақ гүл қашалған қойтас өте сирек кездеседі. Сақталуы жақсы деп айтуға болады. Қызғалдақ гүл өте анық көрінеді. Және де ерекшелігі ол бір жерден, кәдімгідей жерден нәр алып өсіп тұрған іспетті қауызын ашып, қызғалдақ гүл осы даланың мәңгі ескерткіші іспетті тұр.